Hi everyone, this is Easy English. Welcome to my channel. In this lesson, I want to talk about adjectives. Please, before watching video, don't forget to subscribe my channel and keep watching. Сәлем достар, бүгінгі видео сабақта сын есімге тоқталатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын, және де каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. So, what is an adjective? An adjective is a word you use to describe a person, place, or thing. An adjective modifies nouns or pronouns. For example, red pencil. Red is adjective, pencil is noun. Blue dress, beautiful girl, tall man. Алдымен сын есім дегеніміз бұл заттың түр-түсін, сапасын, сипатын, салмағын, көлемін білдіретін сөз табы. Мысал үшін, red pencil. Red сын есім, pencil зат есім. Яғни затты сипаттап тұр. Бұл жерде қызыл қалам, яғни қаламның қандай екенін көрсетіп тұр. Blue dress, көк көйлек. Beautiful girl, әдемі қыз. An adjective answers the questions like which one, how many, and what kind. Сын есім қандай, қайсы деген сұрақтарға жауап береді. Мысал үшін, black cat. Which cat did you see? It was black cat. Сен қандай мысық көрдің? Ол қара мысық болатын. Қандай мысық? Қара мысық. What kinds of apples did you buy? Сен қандай алмалар сатып алдың? I bought red apples. Мен қызыл алмалар сатып алдым. Яғни затты сипаттап тұр. Қандай алмалар? Қызыл алмалар. Which spoon did you use? Сен қандай қасық қолдандың? I used the wooden spoon. Мен ағаш қасығын қолдандым. Қандай қасық? Ағаш қасық. What kinds of coffee do you like? I like black coffee. Сен қандай кофе ұнатасың? Мен қара кофені ұнатамын. Яғни сын есім дегеніміз бұл затты сипаттайтын сөз табы. Ал енді сын есімдердің түрлеріне тоқталайық. Ағылшын тіліндегі сын есім шырайларының 3 түрі бар: жай шырай, салыстырмалы шырай және де күшейтпелі шырай. Жай шырай дегеніміз қарапайым формадағы сын есімдерді білдіреді. Мысал үшін, long, dangerous, expensive, big, happy. Ұзын, қауіпті, қымбат, үлкен, бақытты, яғни жай сын есімдер. Алынды салыстырмалы шырай, comparative adjective деп айтылады. Бұл шырай өзі айтып тұрғандай, заттың сыны мен сапасын, артық кемдігін бір-бірімен салыстыру арқылы жасалынатын сын есім. Жасалу жолына келетін болсақ, жасалу жолы негізгі бір буынды сын есімге, яғни буынға бөлінбейтін сын есімдерге ER жұрнағы жалғану арқылы жасалынады. Мысал үшін, long, ұзын, longer, ұзынрақ. Яғни long сөзіне ER жұрнағын жалғап отырмыз. Big, bigger, үлкен, үлкенірек. Tall, taller, ұзын, ұзынрақ. Slow, slower. Яғни буынға бөлінбейтін сын есімдерді салыстырмалы шырай жасауымыз үшін оған ER жұрнағын жалғаймыз. Ал енді көп буынды сын есімдерге, яғни буынға бөлінетін сын есімдердің алдына more сөзін қоямыз. Мысал үшін, beautiful сөзі. Beautiful бізде буынға бөлінеді, яғни көп буынды сын есім. Оны салыстырмалы шырай жасауымыз үшін біз оның қасына more сөзін қоямыз. Beautiful әдемі, more beautiful әдемірек. Expensive буынға бөлінетін сын есім. Оны салыстырмалы шырай жасауымыз үшін more expensive деп айтамыз. Қымбат, қымбатырақ. Handsome, more handsome. Dangerous, more dangerous. Attractive, more attractive. Яғни буынға бөлінетін сын есімдерді салыстырмалы шырай жасауымыз үшін оның қасына more сөзін қоямыз. Өзіне тән ерекшелігі сөйлем құраған кезде than сөзі пайдаланылады. Мысал үшін, I am tall. Менің бойым ұзын. But John is taller than me. Бірақ маған қарағанда John ұзынырақ. Яғни бұл жердегі than сөзі екі затты бір-бірімен салыстырып тұр, қарағанда деген мағынада қолданылады. The tiger is bigger than a dog. Итке қарағанда жолбарыс үлкенірек, яғни жолбарыс пен итті салыстырып тұр. Bigger, big үлкен, bigger үлкенірек. A motorbike is more dangerous than a car. Машинаға қарағанда мотоцикл қауіптірек. Яғни салыстырмалы шырай, comparative adjective бұл екі затты бір-бірімен салыстырған кезде қолданылады.
Ал енді келесі шырай күшейтпелі шырай, яғни суперлатив adjective деп айтылады. Күшейтпелі шырай заттың санын не асыра, не төмендетіп көрсетеді. Мысалы, бұл да бір буынды және де екі буынды сын есімдер екі бөлек жасалынады. Бір буынды сын есімдерге est жұрнағын жалғау арқылы жасалады. Және де күшейтпелі сын есімдердің алдына міндетті түрде the белгілілік артиклі қолданылады. Мысалы үшін strong, strongest, мықты, өте мықты. Large, the largest. Үлкен, өте үлкен. Happy, the happiest. Бақытты, өте бақытты деген сияқты. Ал енді көп буынды, яғни буынға бөлінетін сын есімдердің алдына most сөзін қолданып сөйлем құрай аламыз. Мысалы үшін expensive, қымбат, the most expensive, өте қатты қымбат дегенді білдіреді. Popular, атақты, the most popular, өте атақты. Famous, даңқты, the most famous, өте даңқты. Dangerous, қауіпті, the most dangerous, өте қауіпті дегенді білдіреді. Interesting, қызықты, the most interesting, өте қатты қызықты. Яғни бір затты өте қатты асыра сілтеп айту немесе төмендетіп айтуды біз күшейтпелі шырай деп айтамыз. Ал енді сын есімнің соңғы әріптерінің өзгеруіне тоқталатын болсақ, егер де сын есімнің соңғы әрпі y әрпінен аяқталатын болса, онда ол сын есімді салыстырмалы және де күшейтпелі сын есімге ауыстырған кезде y әрпін біз i әрпіне өзгертеміз. Мысалы, happy сөзіндегі y әрпі салыстырмалы және де күшейтпелі шырайда i әрпіне өзгереді. Happy, happier, the happiest. Funny, funnier, the funniest. Lazy, lazier, the laziest. Ал егер де сын есімнің соңғы әрпінің алдындағы әріп дауысты әріп болып тұратын болса, онда соңғы дауыссыз әрпі екі рет жазылады. Мысалы үшін big, big дегендегі J әрпі дауыссыз, ал оның алдындағы I әрпі дауысты. Енді осыны салыстырмалы күшейтпелі шырайға ауыстырған кезде біз J әрпін екі рет қолданамыз. Big, bigger, the biggest. Fat, fatter, the fattest. Ал егер де сын есімнің соңғы екі әріпі де дауыссыз болатын болса, онда оған күшейтпелі және де салыстырмалы шырайда жай ғана est жалғауы жалғана салады. Мысалы үшін small, smaller, the smallest. Small дегендегі соңғы екі әріп дауыссыз әріп, сол үшін оған жай ғана est жалғауын жалғаймыз. Tall, taller, the tallest. Fast, faster, the fastest. Келесі кезекте ережеге бағынбайтын сын есімдер бар, соларға тоқталып кететін болсақ, мысалы good, bad, many, little сын есімдерін біз салыстырмалы және де күшейтпелі сын есімге айналдыратын болсақ, оларға немесе est жалғауын жалғамаймыз, себебі бұлар бұл ережеге бағынбайды. Good сөзін салыстырмалы шырайда better деп айтамыз, ал күшейтпелі шырайда the best. Good жақсы, better жақсырақ, the best өте жақсы. Bad жаман, worse жаманырақ, the worst өте жаман. Many көп, more көбірек, the most өте көп. Little кішкентай, less кішірек, the least өте кішкентай. Яғни осы төрт сын есімді біз салыстырмалы күшейтпелі шырайға ауыстырған кезде оларға біз est жалғауын жалғамаймыз, өйткені ол ережеге бағынбайды. Ал енді осы өтілген тақырыптарды біраз мысалдармен толықтырып кететін болсақ, мысалы big apple, bigger, the biggest. A rock is heavier than a leaf. Жапыраққа қарағанда ағаш ауырлау, яғни heavy сөзі бізде ауыр дегенді мағынаны білдіреді. Оны салыстырмалы шырайда біз heavier жалғауын жалғап тұрмыз. Your house is big. Сенің үйің үлкен. But our house is bigger than your house. Бірақ біздің үйіміз сенің үйіңе қарағанда үлкенірек. Our house the biggest in our street. Біздің үйіміз көшедегі ең үлкен үй. Яғни біріншісі big жай шырай, bigger салыстырмалы шырай, the biggest күшейтпелі шырай. A dog is fast. It жылдам. But a cat is faster than a dog.
Бірақ итке қарағанда мысық жылдамырақ. Fast сөзі жылдам дегенді білдіреді. Оған er жалғауын жалғап, біз салыстырып тұрмыз, ит пен мысықтың жылдамдығын. A lion is the fastest animal. Арыстан ең жылдам жануар. July is hotter than January. Қаңтарға қарағанда шілде айы ыстығырақ. Elephants are the heaviest animal. Пілдер өте ауыр жануарлар. Бұл жерде пілді ешқандай жануармен салыстырып тұрған жоқ, оның ең ауыр жануар екенін көрсетіп тұр. A bike is expensive. Велосипед қымбат. Яғни оны еш нәрсемен салыстырып тұрған жоқ, жай ғана велосипедтің қымбат екенін айтып тұр. A motorbike is more expensive than a bike. Бірақ мотоцикл велосипедке қарағанда қымбатырақ. Яғни бұл жерде мотоцикл мен велосипедтің бағасын салыстырып тұр. A car is the most expensive of them. Бірақ машина осылардың ішіндегі ең қымбаты. Машинаны велосипедпен де мотоциклмен де салыстырып тұрған жоқ, оның осы екеуінің ішіндегі ең қымбат екенін айтып тұр. The tortoise is the slowest animal in the world. Тасбақа әлемдегі ең баяу жануар. Яғни slow деген баяу, ал the slowest өте баяу дегенді білдіреді. Тағы бір-екі мысалға тоқтала кетсек. A whale is bigger than a shark. Акулаға қарағанда кит үлкенірек. Яғни акула мен китті салыстырып тұр. A whale is the biggest. Мыналардың ішіндегі ең үлкені кит деп тұр. Китті ешқайсымен салыстырып тұрған жоқ, жай ғана ең үлкен екенін көрсетіп тұр. A goldfish is smaller than a shark. Алтын балық акулаға қарағанда кішілеу. The goldfish is the smallest. Ал алтын балық ең кішкентайы. Chinese is the most difficult languages. Қытай тілі өте қиын тіл. Яғни бұл жерде difficult сөзі көп буынды есім, сондықтан да оның қасына the most сөзі қолданып тұр күшейтпелі шырайда. Football is the most popular sport in the world. Футбол әлемдегі ең танымал спорт. Яғни футболды ешқандай затпен салыстырып тұрған жоқ, оның ең танымал екенін айтып тұр. Бұл жерде де popular сөзі көп буынды, сол үшін де оның қасына most сөзі қолданып тұр. Окей, достар, осымен сіздерге сын есім, яғни adjective түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.